Қайырлы күн баршаңызға. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан шығатын зебра пирогын дайындайтын боламыз. Бұл үшін ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып, әдемілеп араластырып аламыз. Және үстіне ерітілген сары майымызды, қаймағымызды құйып, кішкене шым тұз салып, әдемілеп араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін кішкене бір қасық ас содамызды салып, тағы да араластырыңқырап, ұнымызды сала бастаймыз. Ұнымызды електен өткізіп алсаңыз, тестаңыз көтеріліп, әдемі жақсы пісетін болады. Неке стақандағы ұнымызды біртіндеп венчиктің көмегімен араластыра отырып, салып, қаймақ тәрізді қою масса шыққанша араластырып шығамыз. Араластырып алғаннан кейін ыдысымыздағы массамызды екіге бөлеміз. Екіншісіне 2 ас қасық какаомызды қосып, қоңыр тесто дайындайтын боламыз. Енді пергамент қағаз салынған табамызды дайындап аламыз және осы дайындап алған қамырларымызды ас қасықтың көмегімен біртіндеп сала отырып, табамызға құятын боламыз. Бізде осындай масса шықты. Менің қоңыр массам шамалы көптеу болып кеткен, сондықтан сіздер бірдей теңдей қылып бөліңіздер. Мен кішкене байқамай қалғанмын. Екеуін бірдей теңдей қылып бөліп, ақ пен қараны қасықтың көмегімен біртіндеп алма кезек салып отырасыздар. 2 ас қасықтан да салуға болады. Мен мына жерде 1 қасықтан салып қалғанмын. Кішкене сала отырып, әдемілеп, осылай шпажканың көмегімен біртіндеп узор салып бетіне жайыңқырап аламыз. Жайып алғаннан кейін қызып тұрған пешімізде әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Жылдам пісетін зебра пирогы міне бізде осындай болып пісіп шықты. Менде шамалы қоңыр какао қосылған қамырым көптеу болғандықтан шамалы осындай қоңырлау болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын.